Сәлем достар, мен дәрігер акушер-гинеколог Үміт Өтеген. Бүгін сіздерменен жалпы әйелдерде кездесетін гинекологиялық, онкологиялық аурулардың алдын алу жайлы айтамын. Өкінішке орай әйелдегі гинекологиялық, онкологиялық аурулар жиі кездесіп жатады. Бірінші білуіміз керек, әйелдің жалпы репродуктивтік системасы бірнеше органнан тұрады. Ол вульва, сыртқы орган, қынап, влагалище, жатырдың мойны, жатырдың денесі, жатырдың түтікшелері және аналық бездер. Бұлардың ішінде ең жиі кездесетін онкологиялық аурулар ол жатыр мойнында болады, жатырда және аналық бездерінде. Ал бүгін мен сіздерге бірінші бөлімде жатыр мойны онкологиялық ауруларын қалай алдын аламыз және қалай ерте диагноз қоюға болады, сол жайлы айтқым келеді. Жатыр мойнының онкологиялық ауруларының диагноз қою үшін онкоцитологиялық анализ бар. Онкоцитологиялық анализ мазокты алу өте оңай, жеңіл, ешқандай ауырсынусыз өтеді. Гинекологтың қарауына барған кезде гинекологиялық зеркаламен қарап, шейканы көріп тұрып, сол жерден мазок алынады. Егер мазок нәтижесінде қандай да бір өзгерген клетка, яғни дисплазиялық өзгеріс болатын болса, бұл предраковый ауру болып саналады. Бұл дисплазия жеңіл, орташа, ауыр түрде болуы мүмкін. Бұндай жағдайда дисплазиялық өзгерістерге көбіне себеп болатын бұл вирус папилломы человека. Яғни біз науқасты әрі қарай терең тексеруге ВПЧ онкогендік типтеріне ПЦР анализіне жібереміз. Егер бұл анализ нәтижесінде ВПЧ бірнеше типтері немесе бір типі положительный болған жағдайда келесі этап бұл диагностикалық тексеру, ол кольпоскопия. Кольпоскопия дегеніміз бұл жатыр мойнына микроскоппен, яғни үлкейтіп қарау. Бұл тәсіл барысында да өзіндік бояу арқылы тексеру жүргізіледі. Бұл кезде бізге ұнамай тұрған жерден, егер керек болса, биопсия алынады, егер керек болса, конизация, яғни жатыр мойнының белгілі бөлігі кесіп алынады. Ол әрі қарай патологиялық, яғни гистологиялық тексеруге жіберіледі. Бұл жерде қыз-келіншектерге айтқым келетін өте маңызды бір кеңесім бар. Жатыр мойны онкологиясы басқа онкологиялық ауруларға қарағанда өте тез дамитын, тез метастаз беретін ауру. Өйткені жатырдың бүкіл үлкен қан тамырлары жатыр мойны тұсынан өтеді. Сол үшін қан айналымы өте жоғары деңгейде болғандықтан басқа алыста, жақында жатқан органдарға тарау мүмкіндігі көбірек болады. Сол үшін құрметті қыз-келіншектер, жылына бір рет акушер-гинекологтың қарауына барып, тексерістен өтіп тұрыңыздар. Ең маңызды кеңестердің бірі, естеріңізде сақтаңыздар. Жаңағы айтқан онкоцитологиялық мазок екі түрлі болады. Біреуі қарапайым стеклоның шынының үстіне алынатын мазок, екіншісі бұл жидкостной дейміз, бұл золотой стандарт. Эффективность диагноз қоюы өте маңызды, жидкостной пап-смир. Біз 20-25 жыл бұрын Түркияда жұмыс жасаған кезде ол шыныда тексерілетін мүлдем жоқтығын тек қана жидкостной алатынбыз. Өкінішке орай бізде әлі күнге дейін Совет үкіметінен қалып кеткен стеклоға алынатын мазокты көріп жатамыз. Көптеген науқастарымыз басқа қалалардан, перифериялардан келіп жатады. Скрининг нәтижесінде менде предраковый ауру қойылды деп қарасақ, сондай стеклоға алынған мазок, біз олардан қайтадан жидкостной анализ алған кезімізде жидкостной пап-смирдің нәтижесі таза болып шығады. Сол үшін, егер поликлиникаңыз сізді скрининг анализге шақырып жатса, міндетті түрде қалмай барып тапсырыңыз. Ал егер сіздің поликлиникада тапсыру мүмкіндігіңіз жоқ болса, жылына 2 рет ақылы түрде өтіп тұрыңыз. Өз денсаулығыңыздың жауапкершілігін өзіңіз алыңыз. Әйел денсаулығына байланысты бұдан да көп пайдалы ақпараттарды білгіңіз келсе, біздің Instagram парақшамызға жазылып кетіңіз. Құрметті оқырмандар, бұл бүгін бізде жалпы гинекологиялық, онкологиялық аурулар бойынша бірінші бөлім болды. Келесі бөлімдерде біз жатыр денесінің және жатырдың ішкі қабаты эндометрийдің онкологиялық аурулары және аналық безінің онкологиясы жайлы айтатын боламыз. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.